Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен Айжан. Бүгін сіздерге осындай көкөністер мен тауық еті қосылған духовкада 30 минутта тез әрі оңай дайындалатын жолымен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Көріп тұрғандарыңыздай сочный әрі дәмді болып шығады. Бізге керекті ингредиенттер осындай көкөністер және де тауықтың аяқ еттері, яғни голень курені керек болады. Ең алдымен біздер осындай приправамызды, паприкамызды, тауыққа арналған приправа, сұйық май және де смесь перцевті дайындап алуымыз керек. Содан соң тауықтың етін жақсылап суға жуып, кептіріп, содан соң осылай видеода көрсетілгенде барлық жағынан пышақтың көмегімен осылай кесіп шығатын боламыз. Ал ендігі кезекте біздер осы кесілген тауық аяқтарына сұйық майымызды шамамен көз мөлшерімен, содан соң осылай тауыққа арналған әртүрлі приправамызды, яғни өздерінде қандай приправа бар, сол приправаны салып, барлығын жақсылап араластырып қоямыз. Шамамен 15-20 минутқа қойып қоятын боламыз. Ал ендігі кезекте біздер көкөністерімізді ұсақтап, майдалап турап алатын боламыз. Сіздер әрине өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша ұсақ етіп турасаңыздар, я болмаса жуан етіп турасаңыздар да өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша барлығын турап алатын боламыз. Ендігі кезекте мінекей морковты тураймыз. Осылай барлығын жақсылап кубик тәрізді турап шығатын боламыз. Менде көкөністерде картоп, морковь, болгар бұрышы, пияз және де сарымсақты қолдандым. Сіздер оған дейтін саңырауқұлақ, я болмаса орамжапырақ барлығын қоса берсеңіздер болады. Әрине ол өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Ендігі кезекте осылай болгар бұрышын қосатын боламыз. Мен қызыл түрін пайдаландым. Мінекей осылай видеода көрсетілгенде жақсылап төрт-бұрышты етіп барлығын майдалап турап алатын боламыз. Майдалап турасаңыздар, сіздердің көкөністеріңіз тез пісіп шығатын болады. Ендігі кезекте осылай жуамызды жақсылап барлығын турап алатын боламыз. Мінекей достар, біздер барлығын жақсылап турап алдық. Ендігі кезекте оның үстіне көз мөлшерімен паприка қосамыз, және де осындай смесь перцевті пайдаландым. Осылай барлығын жақсылап қосып араластыратын боламыз. Егер де сіздерде ондай смесь перцев болмаса, оның орнына қара бұрышты пайдалана берсеңіздер болады. Содан соң кішкене ғана шемек майды, яғни күнбағыс майын қосамыз. Содан соң барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Ендігі кезекте біздер фольгамызды осылай төрт-бұрышты етіп барлығын кесіп аламыз. Содан соң осылай ортаңғы бөлігіне біздің тураған көкөністеріміздің барлығын орналастыратын боламыз. Ендігі кезекте оның үстіне маринадталған біздің тауығымыздың етін қойып, мінекей видеода көрсетілгендей ортаңғы бөлігіне орналастырамыз. Содан соң кішкене бөлігін сары майдың осылай ортасына салып, сарымсақты сеуіп, ендігі кезекте осылай тауықтың аяқ жағына қарай біздің фольгамызды орайтын боламыз. Мінекей видеода көрсетілгенде барлығын осылай жасаңыздар. Фольганың бас жағын жақсылап қысып жіберіңіздер. 180 градуста шамамен 30 минуттай пісіп шығады. Мінекей біздің тауықтың еті мен көкөністеріміз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Шамамен 30 минутта пісіп шығады. Өте дәмді, көріп тұрғандарыңыздай сочный болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз.